Сәлем достар, біз бүгін тортты тегістеуге арналған крем-чиз дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майда салып, оның үстіне сахарный пудра саламыз. Сахарный пудраны міндетті түрде електен өткізу қажет. Миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығуы қажет. Творожный сырды саламыз. Миксермен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Крем-чиз дайын, венчикті көтергенде ақпауы қажет. Крем-чизді 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан крем-чизді кондитерлік қапшыққа салып, тортқа осылайынан жағып шығамыз. Тортты тегістеуге арналған құралдармен тегістеп шығамыз. Ең алдымен торттың үстін тегістейміз, одан соң жанын. Торттың жанын тегістегенде, торттың бетіне осылай артық кремдер шығады. Артық кремдерді тағы да тегістеп үстіне жағып шығамыз. Әр тегістеген сайын құралыңыз таза болуы қажет. Тортты өз қалауыңызша семдеуіңізге болады. Менің рецептімен жасаған тәттілеріңізді инстаграмға салып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Инстаграм аккаунтымды жоғарыға белгілеп кеттім.